Белгілі Алаш ардақтысы Сәкен Сейфуллиннің видеосы табылды. Мемлекет қайраткері бейнеленген бұл кадрлар 1935 жылы қазақ автономиясының құрылғанына 15 жыл толуына орай түсірілген. Таспаны тапқан Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының ғылыми қызметкері Ермұхамед Маралбек тікелей байланысқа шығып тұр. Кеш жарық, Ермұхамед мырза, бұл бірегей құнды дүние қашан, қайдан табылды? Кадрларда Сәкен Сейфуллиннен басқа кімдер бар екен? Ермұхамед мырза, эфирдесіз. Бұл бейне жазба осы Ахметтану бөлімінің аясында жүргізген зерттеудің нәтижесінде Ахмет Байтұрсынұлының жазу реформасы және теориясы мен тәжірибесі деген гранттық жоба аясында Мәскеу қаласына 3 ғалым барған болатынбыз. Қазанның 19 және 27 аралығында осы жылы. Ресей мемлекеттік кино-фото құжаттары мұрағатында болдық. Сол мұрағаттан кино және фото құжаттарымен каталогымен түгел танысып шықтық. Соның ішінде өзімізге қажеттілерін бәрін қарап шыққанда осы Сәкен Сейфуллиннің бейне жазбасы кездесіп қалды. Енді Сәкен Сейфуллинмен бірге Ораз Жандосов, Әлби Жангелдин сияқты қайраткерлердің бейне жазбасы осында түсірілген. Керемет, бұдан өзге Мәскеу мұрағатынан қандай құнды деректерді кездестіре алдыңыз? Бұдан бөлек біз Мәскеу мұрағатынан өте көп құнды деректер бар. Уақыттың тығыздығына байланысты олармен көп жұмыс жасай алмадық, бірақ қолымызға түскенін алып келдік. Жалау Мыңбаев, тағы да басқа да осы 20 ғасырдың 25-26 жылдарында Қазақстан Компартиясын басқарған мемлекет қайраткерлерінің видеосы табылды. Сонымен бірге Ресей мемлекеттік Ленин атындағы кітапханаданың сирек қолжазбалар қорында жұмыс істедік. Осы қолжазбалар қорында Алаш қайраткерлерінің, мемлекет қайраткерлерінің көптеген еңбектері сақталған. Сол еңбектердің көшірмелерін алдық. Сонымен бірге Қырғыздың мемлекет қайраткері және қырғыз әліпбиінің авторы Қасым Тыныстанов туралы деректерді және оның еңбектерін таптық және оны алып келдік. Сонымен бірге Ахмет Байтұрсынұлы туралы бұрын ғылыми айналымда жоқ деректерін ешжерде кездестірмеген бірнеше еңбектері табылды. Бірақ ол туралы әлі де зерттей түсу керек. Ол туралы зерттеулер жалғасуда, оның зерттеу нәтижелерін біз алдағы күндерде жариялайтын боламыз. Ермұхамед мырза, көп рахмет. Ұлт руханиятына қажет ізденісіңіз бен ісіңізге сәттілік тілейміз.